Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте керемет ауызда ерейтін мульти десерттер дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің осы рецептімен жасасаңыздар, бір жасағаннан осындай керемет болып шығады. Және де аузыңыздан дәмі кетпейтін болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Қанша мөлшерде қосатынын төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді сүтіміздің үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Толық араластырып болғаннан кейін сүтіміздің үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді светін өзгерту үшін мен осындай жасыл краситель қосатын боламын. 2-3 тамшы қоссаңыздар болады. Ең соңынан осындай кілегейлі күрішін қосамыз. Енді осы қоспамыздың барлығын бір тұтас араласқанша жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Неке қараңыздар, видеода көріп отырғандарыңыздай жып-жылтыр болып жақсы болып араласуы қажет. Дайын болған қоспамыздың бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Бұл десерттің ерекшелігі микроволновкада дайын болады. Сондықтан да пищевой пленкамыздың бетін пышақтың көмегімен тесіп шығамыз. Біздің мульти десертіміздің қамыры 5 минутта дайын болады. Дайын болғанша енді кремін дайындап аламыз. Креміне осындай 33% сливки, кремета және сахарный пудра керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сливкимізді құйып аламыз. Шамамен 400 грамдай қосамын. Енді миксердің көмегімен жақсылап қоюланғанша араластырып аламыз. Шамамен 2 минуттай араластырдым. Енді үстіне қою креметтамызды салып, тағы да миксерлеп шығамыз. Енді креміміздің дәмін беруші сахарный пудраны қосатын боламын. 400 грамм сливкиге 300-400 грамдай креметта қостым. Өйткені біздің креміміз қатты сұйық болмау керек. Неке қараңыздар, видеода көріп отырғандарыңыздай өзінің бойын ұстап тұра алатындай қою болу керек. Біздің десертіміз дайын болғаннан кейін астына кукурузный крахмалын шашамыз. Сонда біздің дайын болған қамырымыз қолымызға жабыспайтын болады. Бұл кілегейлі күрішіннен дайындалғандықтан қолымызға шырыштанып тез жабысып қалады. Сондықтан осындай кукурузный крахмалмен шашып отырып бөлшектерге бөліп аламыз. Осыдан мен 13-15 бөлікке бөлетін боламын. Неке барлығын бөліп алдық. Енді кукурузный крахмалымызды аздап шашып, дәл осылай дөңгелек форма жасап аламыз. Оқтаумен жайған кезде ыңғайлы болу үшін дөңгелек формамызды осылай шығарып аламыз. Неке енді осылай кукурузный крахмалды ең бірінші астына шашып аламыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Енді осылай оқтаудың көмегімен жұқа қылып жайып аламыз. Енді осылай дайын болған кремімізді арасына жағып, мен шоколад пен киви қосатын боламын. Сонда дәмі өте керемет болып шығады. Әртүрлі жемістер қосып жасай берсеңіздер болады, әркім өзінің қалаған жемісін. Енді бұның үстіне де креммен жауып, аузын бекітетін боламын. Неке қараңыздар, өте оңай дайындалады. Шаймен жесеңіздер тіпті керемет болып шығады. Күйеуіме қатты ұнаған десерттердің бірі. Менің видеом пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, төмендегі комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер үшін әр апта сайын видео салып отыруға тырысамын. Сондықтан да қазақша каналымның дамуына үлес қосып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар.